Барлығына сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі көбелек жасауды үйренеміз қағаздан. Ал енді кеттік. Ол үшін бізге осындай төртбұрышты қағаз керек. Бірінші ол қағазды былайынан қайырып аламыз, үшбұрышты қылып. Одан кейін ашып, былайынан қайырамыз. Одан кейін былай қайырамыз. Одан кейін дәл осылай тұрған бетінде арғы бетін аударып, бұл жағында осылай төртбұрышты қылып қайырамыз. Мінекей. Одан кейін бұлай екі жағын бұлай басып, үшбұрышты етіп аламыз. Неге бізде осындай үшбұрыш пайда болу керек? Одан кейін оны бұлайынан жабамыз. Неге? Дәл осы тұрған бетінде бұлайынан аударамыз. Және де қайшымен мына ұшын бұлай домалақтап қиып аламыз. Мінекей. Одан кейін ашамыз. Одан кейін мына екі жағын, яғни алып, бұлай қайырамыз. Одан кейін дәл осы тұрған бетінде арғы бетін аударамыз. Және де мына тұрған ұшын мына жаққа кішкене шығарып тұрып осылай қайырамыз. Неге? Неге осылай кішкене шығып тұру керек. Одан кейін осылай қайырамыз. Одан кейін арғы бетін аударамыз да, көбелегіміз дайын болды. Тек енді бұлай қайыру керек. Мінекей. Неге біздің көбелегіміз дайын болды.